Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Авы Адикус. Бүгін көптеген пабликтерде біздің жұлдызымыз Димаш Құдайберген әкесі «Это позор» деп Димаштың Лондондағы үйі атты фейк видеоға өзінің пікірін білдіріпті. Яғни өзінің Facebook парақшасына мынандай жазба қалдырды. Біз бұл жағдайдың шын мәнісін анықтайық деп, сол фейк видео шығарған жігіттің арнасын көріп, өзіне шықтық. Жалған видеоның авторы Ринат Андыбаев есімді атыраулық архитектор жігіт. Өзінің арнасына неше түрлі үйдің проекттерін видео қылып жасап жүктейді екен. Сөйтіп күні кеше ол жігіт сол арнасына Димаштың Лондондағы үйі атты фейк тақырыппен өзінің проектісінің видеосын салады. Және де соны Facebook'тағы топтарға салады. Міне соны ел көріп, соның ішінде Димаштың әкесі Қанат Айтбаевты көріп, енді архитекторды жауапқа тартпақшы секілді. Постың астындағы коммент қызып жатыр. Тіпті Қазақстандағы беделді адвокаттардың және блогерлердің бірі Абзал Құспанда кірісіп кеткен көрінеді. Бүгінгі блог Сойхан блог болайын деп тұр. Ал сіз видео басталмастан бұрын әдеттегідей лайк басып, қазақ тіліндегі тәуелсіз арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қанки бәріміз төменді қарап жүрейікші. Осы видеоны қарап отырғандардың көбісі тіркелмей көріп отырған сияқты. Сондықтан да қанки алтын саусақтарыңызбен подписаться мәзірін басып қойыңыздар. Тіркелген жандар ертең аяқ асты керемет, өмірін 180 градусқа өзгертетін жаңалық естісін. Бастық па? Тіркелдік пе? Бәрекелді. Ал ендеше блогымызды бастаймыз. Димаш Құдайберген жайлы осы уақытқа дейін бірнеше блог шығарған едім. Оның керемет таланты жайында. Ал енді бүгін аяқ асты Димаштың әкесі Facebook парақшасында былай деп жазыпты. Мынау жалған ақпарат. Танымал адамның атын пайдаланып хайп жасау адамгершілікке жатпайтын ұят тірлік. Бұл өтірік ақпаратты таратып отырған арна авторы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274 бабына сәйкес жауапқа тартылатын болады. Жалған видеоны таратқан арнаның аты Қазақ Сәулет. Арнасына кіріп қарайтын болсақ, қателеспесем соңғы видеосы. Бүгінгі жағдайдан кейін атын өзгертіп жібере салған сияқты. Себебі комментарийді қарасақ, бәрі Димаш деп жазған. Былайынша видеода проекттегі үйде жаман емес. Бұны жасаудың өзі үлкен еңбекпен шеберлікті талап ететіні көрініп тұр. Дегенмен де видео атын Димаштың Лондондағы үйі деп жазғаны дұрыс болмады. Оның үстіне бағасын 84 миллион долларға алды деп. Әрине бұл әрекет үшін Қазақ Сәулет арнасының авторы Ринат Андыбаев халық алдында Димаштың отбасынан кешірім сұрады. Мен архитектор, дизайнер Андыбаев Ринат, Атырау облысынан. Кеше әлеуметтік желіге біздің Димаш Құдайберген жайлы фейк ақпарат тараттым. Яғни Димаш Лондонда бір миллиардердің үйін 84 миллион долларға сатып алды деп жалған ақпарат тараттым. Бұл чисті просмотр жинауға арналған фейк нәрсе. Димаштың ата-анасы ашуланып маған звондады, мен сразу кешірім сұрадым, бәрін өзгерттім. Тағы да қазір кешірім сұраймын, Димаштың өзінен және ата-анасынан тағы да личный кешірім сұраймын. Бірақ менің бір түсінбегенім, егер шынымен де Димаш сондай қымбат үй сатып алған болса, яхта, остров сатып алған болса, оның несі айып, оның несі ұят, несі қылмыс, оны түсінбеймін соған. Неге біздің қазақтың жұлдыздары шетелдік жұлдыздар сияқты өмір сүре алмайды? Шетелдік танымал адамдардан біздің Димаштың қай жері кем? Димаш кем ба шетелдіктерден? Кем болса кем деп жазыңдар, артық болса артық деп жазыңдар. Неге Димаш солар сияқты кайфовый өмір сүруге лайықты емес? Лично мен өзім артық деп санаймын. Мен оның өзінің фанатымын, Димаштың барлық өлеңін тыңдамаймын, кейбір өлеңдерін бірақ сүйіп тыңдаймын. Димаш мысалы шетелдік Джастин Тимберлейк, Джей-Зи, Эминемдерден артық болмаса кем емес қой. Тек Димашты айтып жатқан жоқпын бұл жерде. Бұл жерде жалпы Қазақстың атын шығарып жүрген Геннадий Головкин, боксерлар бар, Тимур Бекмамбетов сияқты әлемге танылып жүрген неше түрлі салада жүрген адамдар бар ғой. Жалпы солар айтатын. Неге біздің қазақтар боксерлар рингте бәрін ұйықтатып бірінші раундта ұйықтап жүреді дерскі да ел шулап жатады, а бірақ түріне қарасаң екінші сортта. Неге біздің қазақтар жақсы, біздер қазақ қарапайым, біз сияқты адамдар екінші сорт дейді. Андай жұлдыздар әлемде аузына қаратып жүрген боксерлар Димаш сияқты, Иманбек сияқты адамдар неге олар өздерін сонша төмен санайды? Неге олардың духы сынды ма, мен түсінбеймін. Неге олар төмен? Неге аналар бізден артық? Осы әшейінде қазақтар біз ең мықты халық, біз қайсы түрлерінен. Неге біз сондай төменбіз? Мен соны түсінген жоқпын.
сол себепті қазақтар, манағы жұлдыздар болсын, атақты адамдар болсын, қарапайым қазақтар болсын, өздерінің екінші сорт екенін дәлелдемеңдер. Өздеріңді басқа жұрттан кем санамаңдар. Тағы да қайталап айтамын, Димаштың өзінен және ата-анасынан тағы да кешірім сұраймын. Көргендей архитектор кешірім сұрады. Кешіреміз бе ағайын? Комментке нұсқаларыңызды жазыңыздар. Бірақ бұл жерде ең бастысы Димаштың өзі және отбасысы кешіргені. Пенде ғой, просмотр жинау үшін сондай қадамға барған. Артық ой болмаған, өзінің қателігін ең бастысы түсініп, ел алдында кешірім сұрап тұр. Димаштың фанатымын деп тұр. Бірақ мен білетін Қанат аға өте мейірімді адам. Жай басқаларға да ескерту болсын деп ызамен жазды деп ойлаймын. Және де ол кісіні бұл жерде 100% қолдаймын. Бірақ мен өз атымнан бір нәрсе айтайын. Егер де сол архитектордың видеосы мысалға делік, шын болса, Димаш шынымен де Лондоннан үй сатып алса, мен қатты қуанар едім. Неге? Себебі Димаш соған лайықты. Ол әлемдік жұлдыз, ол Қазақстан деңгейі емес, тіпті ТМД-ның деңгейі емес. Ол өнер жағынан бәрінен жоғары. Ол алса да өз күшімен, өз еңбегімен алады. Бізде көп қой халықтың ақшасын жымқырып, сол жақтан үй алып жатқан шенеуніктер. Аттарын атамай қойын. Еще үй алмай, соны жаңалықтардан шығарып жатыр. Ал Димаш тіпті остров сатып алса да, ол әлемдік жұлдыз. Ол өз күшімен алып жатыр және соған лайықты. Мысалы, Брэд Питт дәу виллада тұрып, кезінде остров сатып алған еді. Скала Джонс, Конор Макгрегор бәрі жеке самолетпен ұшады. Шетелдік жұлдыздар байлығын жасырмайды, себебі олар өз күшімен тапқан. Димаш та сондай. Оның әр елдегі концерті ажиотаж, адам лық толы. Ол көптеген брендтердің амбассадоры. Тіпті мейірімді Майкл Джексонның өзінде Голливудта бірнеше вилласы болды. Калифорнияда тіпті үлкен Неверленд атты паркі болды. Ол да байлығын жасырған жоқ. Байлығын көбінесе адал жолмен ақша таппағандар жасырады. Сондықтан да Димаш жеке самолетпен ұшса да, бағана айтқандай арал сатып алса да, Лондоннан үй сатып алса да, үй алудың түк қажет жоқ деп ойлаймын. Біз әрдайым оны қолдаймыз және де Димашпен мақтанамыз. Бұрынғы блогтарымда айтып кеткендей, Димашты мен Майкл Джексонмен бір деңгейде қоямын. Енді сөз соңында айтарым, құрметті Қанат Айтбаев мырза, бағанағы архитектордың жасаған ісін көңіліңізге алмай қойыңыз. Бұның астарында негатив жоқ деп ойлаймын. Негатив болғанның өзінде ол жігіт Димаштың астында кім? Ондай бақа-шаяндармен айтысып, соттасып, олардың деңгейіне түспей-ақ қойғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Құрметті достар, сіздермен бірге болған мен АВ Адикус, келесі кездескенше.